Сәлеметсіздер ме? Мен Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектеп гимназиясы мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тарих пәні мұғалімі Әуеспаева Майра Абдракимовна. Менің бүгінгі тақырыбым педагогикалық әдіс-тәсілдер білім сапасын арттырудың басты құралы. Ұлы неміс ақыны, дана ойшыл, табиғаттанушы Гете біліп қана қойған аз, оны пайдалана білу қажет. Қалап қана қойған аз, оны жасау қажет демекші. Мен бүгін сіздерге өзімнің сабақта пайдаланып жүрген әдіс-тәсілдермен таныстырғым келіп отыр. Дейін кейін стратегиясы. Дейін және кейін әдісі арқылы мен үйге берілген тапсырманы бекітемін және жаңа сабақпен байланыстырамын. Бұл әдісті пайдалану кезінде сыни ойлатуға жол бере отырып, бірнеше сұрақтар қойған кезде үнсіз отыратын оқушылардың өздері сабаққа диалогтық қарым-қатынасқа түседі. Мысалға, Қазақстандағы ұлт азаттық қозғалыс тақырыбында өткен соң, оқушыға осы әдісті қолдану арқылы оқиғаға дейін және осы оқиғадан кейін қандай мәліметті білесің, қандай оқиғаны білесің дегенде оқушы өз ойын жазады. Мысалға, Күншебаева Томирис 3 оқиға жазған және кейін 3 оқиға жазған. Сондай-ақ ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық барысында 11 сынып оқушыларына тәуелсіздік шежіресіне байланысты жылдарды берем. Мысалға, 2000 жылға дейін қандай оқиға болды? 2000 жылдан кейін қандай оқиға болды? Міне сонда оқушылар есте сақтау қабілетін арттыра отырып, өз білгенін жаза отырып, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жүргізеді. Келесі, свод талдау әдіс-тәсілі. Бұл талдауды барлықтарыңыз пайдаланады деп ойдамын. Мақсаты оқушының бір мәселе бойынша ойлау, талдау, салыстыру қабілетін дамытады, өз пікірін ашып айта алады. Сабақты қорытындылау барысында және кері байланыс беруге өте тиімді тәсіл. Бұл әдісті қолдану барысында мәселенің жағымды, жағымсыз жақтарын сараптама жүргізеді, мүмкіндіктерді бағалап, қауіп-қатерлер туралы нақты дәлелдер келтіреді. 11 сынып оқушылары міне мал шаруашылығына байланысты сабақты қорытынду кезінде жағымды жақтарын және жағымсыз, әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері және қауіп-қатерін көрсетіп жазған. Келесі менің сабақта қолданып жүрген әдіс-тәсілім Т кестесі әдісі. Мақсаты қарама-қарсы сөздерді тере білу, бұл жұмыста салыстыра отырып топтастыру сияқты процестер жүзеге асады. Оқушылардың ойлау қабілетін, есте сақтау қабілеттерін дамытады. Т кестесін тақырыпта ашарда пайдаланса, жаңа материалды түсінуге дайындық болады. Бұл стратегия жұпта, топта, жекеде орындала береді. Мысалға, тұлғаларға байланысты жағымды қасиеттер қандай, жағымсыз қасиеттер қандай, жақсы жақтары қандай, кері жақтары қандай. Т кестесі арқылы өз ойларын жазады. 11 сынып оқушылар міне Сәрсенбай, Мери, Еменжанова, Нармина Т кестесі арқылы термин сөздерге анықтама жазған және сандар сөйлейді. Сандарға байланысты оқиғаны жазып көрсеткен. Енді оқушылардың ойы мен пікірін тыңдап көрейік. Свод талдау арқылы біз тақырыптың күшті және әлсіз жақтарын анықтай аламыз, және де оның мүмкіндіктері мен қауіп-қатерін талдай аламыз. Талдау әдісі арқылы біз сол сабақта өткен мәліметтерді бекітіп, ойымызды жеткізе аламыз. Т әдісі.
Менің ойымша, қазіргі таңда т әдісі бізге өте бір көп мүмкіндіктерді береді. Себебі т әдісі арқылы біз сол өткен параграфтағы құнды мәліметтерді, сондай-ақ термин сөздері, жыл болған оқиғаларды оңай сақтай аламыз. Сондай-ақ сабақты жүйелі түрде қамтуға өте бір үлкен мүмкіндік аламыз. Т әдісі қазіргі таңдағы өте бір көптеп таралған тәсілдердің бірі деп санаймын. Себебі т әдісі сабақты жүйелі түрде түсінуге, сондай-ақ есте сақтау қабілетімізді арттыруға өте бір үлкен септігін тигізеді. Мен өз басыма келсек, қазіргі таңда т әдісін өте жиі қолданамын. Т әдісі арқылы мәліметтерді оңай сақтауға, сондай-ақ сабақты толығымен түсінуге өте бір үлкен мүмкіндік аламын. т әдісін жақсы әдістердің бірі деп санаймын. Себебі т әдісі арқылы оқушылар өздерінің уақыттарын үнемдейді және т әдісі арқылы термин сөздерді, жылдарды, пайыздарды, яғни маңызды ақпараттарды жаза отырып, олар ойларында жақсы сақталады. Әдістер бар неше түрлі көптеген, соның бірі т әдісі мен білген тақырыппен ойларымды қамтиды, сондықтан да т әдісін жақсы көремін. 8 сыныпта Қазақстан тарих пәнінен Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарында тақырыбында оқушылар т кестесі әдісін тақтаға сызып, өз ойларын жазды. Сонымен қазіргі мұғалім оқуды ұйымдастырушы немесе фасилитатордың рөлін атқарады. Ол дегеніміз мұғалім мен оқушы оқу процесінде әріптес болып табылады екен. Құрметті әріптестер, ойды аяқта кері байланысын жүргізсек, бүгін мен не білдім? Мен бүгін не үйрендім? Қиындықтар туды ма? Қолымнан келеді. Осы кері байланысты берсеңіздер. Назарларыңызға рахмет.